Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Сіздермен байланыста Жаһанша Досмұхамбетов атындағы жоғары педагогикалық колледж оқытушысы Құрманғалиева Надирке Хамитқызы. Педагогика пәнінен бүгінгі өтетін тақырыбымыз критериалды бағалау жүйесі. Сіздерге ұсынатын сұрағым: білім берудің жаңартылған мазмұнында критериалды бағалау жүйесінің ерекшеліктері қандай? Критериалды бағалау түсінігі. Критериалды бағалау оқушылардың оқу танымдық құзыретін қалыптастыруға жағдай жасайтын, білім беру мақсаты мен мазмұнына сәйкес білім беру процесіне қатысушылардың барлығына алдын ала таныс, ұжым талқысынан өткен, нақты анықталған өлшемдер арқылы оқушылардың оқу жетістіктерін салыстыруға негізделген процесс. Білім берудің жаңартылған мазмұнында критериалды бағалау жүйесінің ерекшеліктері қандай? Бұл алдын ала белгілі нақты анықталған критерийлер арқылы оқушылардың нәтижелерін салыстыру. Қалыптастырушы бағалауда баға қойылмайды. Мұғалім оқыту мен оқу үдерісінде оқушыларға кері байланыс береді. Бұл оқушылардың қателесуіне, оны түзетуіне құқық береді. Жиынтық бағалауда 90-дық қорытынды және бөлім бойынша оқу мақсаттарына жетуде бағалау критерийлері бойынша балдар қойылады. Оқу жетістіктерін 90-дық жылдық бағаларды шығарып тіркеу үшін электрондық журнал құрастырылған. Мұғалім 90-дық жиынтық бағалау жұмыстарының балдарын оқу бағдарламасындағы бөлім бойынша жиынтық бағалау қорытындысының балдарын қояды. 90-дық бағаның 50% бөлім ортақ тақырыптар бойынша жиынтық бағалау қорытындысы және 90-дық бағаның 50% 90-дық жиынтық бағалаудың қорытындысы бойынша қалыптасады. Алынған жиынтық пайыздар бекітілген шәкілге сәйкес 5 балдық бағаға ауыстырылады. 4.90-ның қорытындысы бойынша жылдық баға да осыған ұқсас есептеледі. Барлық бағалар автоматты түрде есептеледі. Мұғалім әр оқушыға жеке бағалау бойынша ақпараттарды электрондық күнделікте ұсына алады. Ата-ана өз баласының оқу сапасын, ілгерілеуін, нәтижелерін қадағалай алады. Мұғалімге пікірін де қалдыра алады. Жаңа электрондық журнал мен күнделік оқу нәтижелерін тіркеуге, ата-аналармен тез арада байланысқа шығуды жүзеге асыруға, талдау үшін статистикалық мәлімет жинауға, шешім қабылдауға, білім беру үдерісіне қатысушылардың IT құзыреттілігін арттыруға мүмкіндік береді. Критериалды бағалау қағидалары. Бағалау мақсаты кім жақсы, кім нашар екенін анықтау емес, әркімнің жоғары нәтижеге жетуіне жағдай жасау. Бағалау, жоспарлау оқыту бағалау үдерісінің ажырамас бөлігі. Бағалаушы мен бағаланушы бағалау шарттары мен критерияларын алдын ала білуі және айқын түсінуі керек. Даму жетістіктерін туралы нақты ақпарат алу үшін бағалау шарттары мен критериялары алуан түрлі болуы қажет. Бағалау үдерісінің басты кезеңі бағалаушы мен бағаланушы арасындағы кері байланыс болып табылады. Мұғалім ғана емес, оқушы да жақын арада не жасау қажеттігін нақты түсінуі керек. Өз қабілеттерін бағалауда оқушыға нақты рөлдік үлгі берілуі қажет. Критериалды бағалау талаптары. Біріншісі, критериалды бағалау оқыту мақсаттарына негізделу керек және оқыту үдерісінде мұғалім оқушылар назарын үнемі аударып отыруы қажет. Екіншісі, критериалды бағалау оқушылардың оқу жетістіктеріне бағыттала отырып, оқуды мақсатты, бағалауды ашық етеді. Критериалды бағалау оқушыларға түсінікті болуы керек. Критериалды бағалау барысында үштен артық емес критерий қолдануы қажет. Бесіншісі, бағалау критериялары тексеру жұмыстарын орындаудан бұрын хабарлануы және де түсіндірілуі қажет. Алтыншысы, бағалау критериялары мен мүмкіндігінше оқушылармен бірге дайындалып жасалуы қажет. Критериалды бағалау маңызы. Критериалды бағалаудың тәжірибелік маңызы оқушылардың өздері емес, тек жұмыстары бағаланады. Оқушы жұмысы оларға алдын ала белгілі, дұрыс жасалған жұмыс үлгісімен салыстырылады. Оқушыларға белгілі, сол арқылы қиналмай есептеу жасай алатын және ата-анасына хабарлай алатын баға шығарудың нақты алгоритмі бар. Бағалау критериялары оқу мақсаттарының нақты көрсеткіштері болғандықтан не оқып игерілсе, тек сол ғана бағаланады. Критериалды бағалау пайдасы. Мұғалім үшін оқытудың сапалы нәтижелерін алуға мүмкіндік беретін бағалау критерияларын жасауға, өз жұмысын талдау мен жоспарлау үшін жедел ақпарат алуға, оқытудың сапасын жақсартуға,
әр оқушының жеке ерекшеліктері негізінде және оқу траекториясын құруға, бағалаудың әртүрлі құралдары мен амалдарын тиімді қолдануға, оқу бағдарламасы мазмұнын жетілдіру бойынша құнды ұсыныстар жасауға. Оқушылар үшін өз түсінгендіктерін көрсету үшін түрлі оқыту стильдері және ойлау әрекеттері мен қабілеттерін пайдалану. Табыс критерийінің маңызын түсіну, нәтижесін болжау үшін бағалау критерийларын білу және түсіну. Өзін және өзгелерді бағалай отырып, рефлексия жасау. Өз білімін нақты мәселелерді шешу, түрлі көзқарастарды жеткізу, сыни ойлауын көрсету үшін пайдалану. Ата-аналар үшін баланың оқу деңгейі туралы дәлелдемелер алып отыру, баланың оқудағы ілгерілеуін қадағалау, оқу барысында балаға қолдау жасау. Критериалды бағалау жүйесі, бағалау функциялары мен бағалау қағидалары. Бағалау функциялары мотивациялық, тәрбиелік, дамытушылық, түзетушілік және ақпараттық. Бағалау қағидалары әділділік, шынайылық, жүйелік және көрнекілік. Критериалды бағалау ұйымы. Критерий, пікір айту құралы деген грек сөзінен шыққан. Соның негізінде баға берілетін белгі, бір нәрсенің анықтау немесе бағалау, пікір беру өлшемі. Критериалды бағалау принциптері. Анық айқындылық, жеке тұлға емес жұмысының бағалануы, бағаның әділділігі, өзін бағалауға мүмкіндік берілуі, кері байланыстың жүзеге асуы, алдын ала ұсынылған бағалау шкаласымен ерекшеленеді. Критериалды бағалау қағидаттары мен принциптері. Оқыту мен бағалаудың өзара байланысы, шынайылық, анықтық және валидтілік, ашықтық және қолжетімділік, үздіксіздік, дамыту бағыты. Критериалды бағалаудың маңызы. Білім беру сапасын арттырады, бағалаудың бәріне түсінікті етеді, оқуға деген уәжді арттырады, өз еңбегіне жауапты болуға тәрбиелейді, бағаның әділдігіне ықпал етеді. Үйге берілетін тапсырмалар. Тақырыпты ақылдың 6 қалпағы әдісімен ашу. Үйге берілетін тапсырмалар. Тақырыпты ақылдың 6 қалпағы әдісімен ашу. Критериалды бағалау жүйесін қолдана отырып, қысқа мерзімді жоспар дайындау.